Kızım, qaraшы, mında керемет ес сулар бар екен. Ya anasım sizin tuğanız saklap aldığı. Men sizge öz қолыммен iş su жасағым келеді. Раяна, күшті ғой. Ол үшін біз балабақшаға барып Индил апайдан көмек сұраймыз. Ендеше, кеттік онда балабақша. Анашым, сен бізге дарасың, әлемде шын бақыт бар десе, сен өзің анасың, анашым. Сәлеметсіңдер, Раяна. Индил апай, сіз маған ишу жасауға көмектесесіз бе? Я, Раяна, әрине көмектесемін. Ендеше біз өзіміздің зертханамызға жол тартайық. Раяна, біздің зертханамызға қош келдің. Зертханамызда ең бірінші жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Ол үшін біз үстімізге Қалат киеміз, басымызға қалпақ киеміз, я? қалпақ киеміз. Менің рұқсатымсыз еш нәрсені ұстамаймыз, я? Ендеше жұмысымызды бастайық. Балабақша үшін бізге лимон, мандарин, гүл, шу керек болады. Дұрыс айтасың, Раяна. Ендеше біз жұмысымызды бастайық. Банкамызды алып, үстіне лимон мен мандаринді саламыз. Жарайсың. Молодцы. Екінші ыдысымызға гүлді саламыз. Дұрыс айтасың, Раяна. Мен де саған көмектесейін. Şimdi biz ыдыстарымыздың үстіне су құямыз. Апай, сіз маған су құю үшін көмектесесіз бе? Әрине, Раяна, көмектесемін. Кел, бірге су құяйық. Енді келесі ыдысқа су құяйық. Енді су құйып болған соң қақпағын жабып бір күнге қойып қоямыз. Раяна, біздің енді дайын болған сұйықтықтарымызды бір күнге қойып қоямыз. Себебі біздің апельсин мен лимонның құрамынан неше түрлі шөлдер мен дәмдер біздің суымызға бөлініп ыдырайды. Сонымен қатар біздің келесі дайындаған роза гүлінен дайындаған иіс суымыздың жапырақтарын қасықтың көмегімен осылай әдемілеп, нығаздап басып шығуымыз керек. Себебі раушан гүлінің құрамындағы неше түрлі әдемі иістер мен көмірсулар біздің суымызға ыдырап бөлініп түскеретін болады. Көрдің бе, Раяна? Иә, апай қаламызды біздің иісіміздің түсі өзгерген. Иә, Раяна, дұрыс айтасың. Ендеше біз дайын болған сұйықтығымызды өзінің қоспасынан сүзіп алайық. Енді біз иісімізді сүзіп аламыз. Дайын болған иісімізді ысқа қиып алдық. Бұл біздің лимон мен мандаринден жасаған иісіміз. Раяна, дәл қазір біз екінші иіссуымыз, яғни раушан гүлінің жапырақтарынан жасалған иіссуымызды сүзіп жатырмыз. Өзің көріп тұрғандай біздің иіссуымыздың түсі алқызыл түске өзгерген. Солай ма, Раяна? Иә. Бұл біздің екінші иіссуымыз раушан гүлден жасалған. Раяна, саған бүгінгі іс тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Олай болса, бүгінгі біздің кезекті іс тәжірибеміз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Енді дайын болған иісімді анасыма сыйлаймын. Жарайды, Раяна. Сәлеметсіз бе, ата-ана? Біз Раяна екеуміз бүгін өзіміздің зертханамызда сізге арнап иіссу жасадық. Анаға сыйлай ғой. Рахмет, күшті екен. Күшті екен, әлемде шын бақыт бар десе, сен